Today with you Girim and we are going to continue our previous theme. Барлықтарыңызға сәлем. Алдымызда сабақта айтып кеткендей, бүгінгі сабақта сіздермен present simple шағында болымсыз сөйлемдерді құру сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта he, she, it немесе жекеше түрдегі зат есіммен басталатын сөйлемдерден болымсыз түрді жасауға үйренеміз. Егер де сіздер менің досым ағылшынша сөйлемейді немесе менің анам фастфуд жемейді сияқты сөйлемдер жасағыларыңыз келсе, келесі сөйлем құрылымына мұқият қараңыздар. Ең алдымен сөйлемімізді бастауыштар рөлін атқаратын есімдікпен he, she, it немесе қандайды бір жекеше түрдегі зат есіммен бастаймыз. Кейін doesn't сөзімен етістікті қоя отырып болымсыз сөйлемдерді құрамыз. Мысалы, алдыңғы жаңа сөздерді қайталай отырып, ол бала мектепке бармайды сөйлемін жасап көрейік. He doesn't go to school. Сөйлемді талқылайтын болсақ, he бастауыш, кейін doesn't көмекші сөзі және go етістігін қойдық. Ал қазір сіздермен сабақ басында айтқан сөйлемдерімізді аударып көрейік. My friend doesn't speak English. Менің досым ағылшынша сөйлемейді. My mother doesn't eat fast food. Менің анам фастфуд жемейді. Бұл екі сөйлемде бастауыштың рөлін жекеше түрдегі зат есімдер атқарады. Сонымен қатар, бүгінгі сабақта сіздермен ағылшын тілінде ән үзіндісін тыңдаймыз. Бірақ алдын ала әнде кездесетін жаңа сөздерді жазып алайық. Шынымен де өте керемет ән үзіндісі. Ән үзіндісінен present simple шағындағы сөйлемдерді қарастырайық. She sees colors that I can't see. Ол мен көре алмайтын түстерді көреді. She knows me. Ол мені біледі. She knows where she goes. Ол қайда баратынын біледі. Ал енді сіздер бұл сөйлемдерден болымсыз түрді жасап көріңіздер. Және біздің комментарийға жазуға ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Көріскенше. Thank you for your attention and please don't forget to learn words. Goodbye.